қош көрдік алдымен. Расында да осы шырайлы шығысқа көктем келіп, біз де келіп қалдық. Абай атамыз да айтқан ғой, андай айында, күнінде, аптасында болмаса жылында бір өзінен өзің есеп алып бағана сен айтып отырғандай. Адам шынымен өзінен өзі есеп алып, мен не істедім жалпы, не қандай пайдам тиіп жатыр қоғамға деген сияқты. Менің ойымша, жүйкелерін тазарту керек, сақтау керек, олардың қандай ақпаратты алып жатқаны біріншіден, және қаншама ақпаратты алып жатқанына біз мән беру керекпіз. Сол кезде олар бірте-бірте соларға нақты керек қабілеттерді біз үйрете аламыз. Қайырлы күн, құрметті оқырман. Сіздермен тағы да көп ұзақ уақыттан кейін кездесіп отырған Самға подкасты. Бүгін бізде қонақта ерекше және жастар мәселесін қозғап жүрген сіздермен біздің аудиториямыз. Ең басты мәселе біздегі қазір өте ауқымды дерттердің бірі нашақорлық туралы. Нашақорлық, құқық бұзушылықтың алдын алу туралы қонақта бізде Айдос мырза, Жандос мырза, қош келдіңіздер. Енді сіздермен таныса отырып, біраз ақпараттар осыдан аламыз деген ойдамын. Себебі шығыс пен сол Астана жақтың ортасында қандай байланыстар бар, қай уақытта бізге қандай қонаққа келдіңіздер, немен келдіңіздер деген сұраққа өздеріңіз жауап береді деген ойдамын. Енді қош көрдік алдымен. Расында да осы шырайлы шығысқа көктем келіп, біз де келіп қалдық. Жалпы біз қазір Еспол қоры жұмыс аясында, ішкі істер министрлігі жанындағы кеңес бар, профилактикамен айналысатын. Сол кеңестің жұмыс аясында толығымен президенттің бастамасымен өтіп жатқан есірткісіз Қазақстан деген жалпы ұлттық қозғалысты дамытып жатырмыз. Бірнеше рет айтылды, оны халқымызды өзі сезіп көріп отыр. Есірткі мәселесі ол тек қана бір құқық қорғау органдары немесе тек қана мемлекеттік қызметкерлердің онымен күрес міндет болып жатқан жоқ. Ол жалпы ұлттық дертке айналды. Ұлттық қауіпсіздікке бір нұқсан келтіретін жайтқа жетті. Сондықтан да біз жалпылама барлық мейлінше азаматтарды көтеріп осы майданға есірткімен күреске барлық фронттардан қақтығыс күрес беру керекпіз деген оймен бүкіл Қазақстан бойынша фронт офистарды ашып, сол фронт офистар арқылы ғылыми негізделген профилактиканы жүргізіп жатырмыз. Бірнеше күн бойы Өскеменде боламыз. Бүгін бірінші күн болғанымен өте сапалы, саналы және жемісті бір күн болды десе болады. Өйткені біз жастарымыз үшін, жастармен бірге жұмыс істейтін эксперттерге арналған арнайы 2 сағаттық тренинг өткіздік. Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық стандарттары бар профилактиканы жүргізетін. Сол стандарттар бойынша қалай жұмыс істеу керек екені, қандай іс-шаралар тиімді, қандайлар тиімсіз, нені жетілдіру керек, қандай көмек беру керек екені туралы мәселелерді талқылап, жақсы бір жемісті отырыс тренинг өткіздік. Одан кейін сіздің осы таңдау қойылымында көрдік. Өте қызық, сапалы, әрі ең басты бағаны біз емес, ең басты бағаны аудитория береді. Және сол осы қойылымда жастардың бағасы өте үлкен деп айтса болады. Өйткені бірден балалардың назары, балалардың көңілі толығымен сценаға кетті, және расында да өте әсерлі сол қойылым балалардың санасына нақты бір керек нарративтарды береді деген ойда болды деп ойлаймын. Өте қуаныштымыз. Енді Айдос мырза, ары қарай жалғастырсақ, осы салада біз жақта, шығыста не болды? Жалпы енді бізде біздің тарапымыздан жәнегі құқық қорғау органдарымен бірлесіп, өздеріңізбен бірлесіп ауқымды жұмыстар атқарылып жатыр. Енді түрлі мәселелер бар, сол мәселелердің алдын алу бағытында, яғни біз жәнегі әрдайым айтып жүреміз ғой, жәнегі себебімен емес, салдарымен емес, сол себебімен күресу мәселесі төңірегінде. Содан кейін жәнегі профилактикалық жұмыстар. Енді біздікі енді мысалы құрғақ сөз емес, жәнегі бағанада жиында да айттым ғой. Мысалы сіздердің өзі былтырдан бері айтып жүрген ұсыныстарыңызға орайластырып, біз жәнегі спектакль форматында жастардың өздерінің, жастар сол ойларын жәнегі шығармашылық арқылы жәнегі профилактикаға, жәнегі есірткіге, ол енді тек қана біз есірткі тақырыбын алған жоқ, біз әрине енді ол жерде лудомания да бар. Мемлекет басшысы атап өткен сол және 5 кеселдің бәрін сол төңіректе жәнегі жастар өздерінің ойларын білдірсе деген сияқты сол спектакль жарысын ұйымдастырдық. Одан бөлек жәнегі енді қазір жастарымыз енді әртүрлі ғой. Рэп бағытында да мысалы өздерінің ойларын, өздерінің шығарған шығармаларын орындады мысалы жастар. Одан бөлек енді бізде шығыста жәнегі қысқы
қысқы туризм дейміз, қысқы спорт жақсы дамыған, соған байланысты мынау хоккейден жарыс болды, мысалы алтын шайба деген. Сол жерде де біздің ойымыз жәнегі жастарды спорт арқылы спортқа баулу. Сол үшін жәнегі жастардың арасында сол жәнегі хоккей шайбасын ұйымдастырдық. Енді одан бөлек жәнегі мысалы шаңғы жүгіру шаңғыдан сондай аптаға бөліп сондай жарыстарды өткіздік. Бұның барлығы осы жәнегі жастарымызды салауатты өмір салтына баулу. Одан бөлек енді түрлі рейдтік жұмыстар жасалынады әрине де. Одан бөлек мысалы біз қазір қарапайым таза Қазақстанның өзін алсақ та, ол жәнегі адамның тазалығы дейміз ғой. Соның өзінде де мысалы ағартушылық жұмыстарға көңіл береміз. Дәл сондай мысалы заң мен тәртіпте де жәнегі прокуратура органдарымен бірлесіп біз жәнегі закладкамен ұсталған балалар бар ғой, солардың ата-аналарын жәнегі колледждің студенттерімен кездестіреміз де. Ол нәрсенің әсері көбірек. Мәселен біз барып мысалы құқық қорғау органдарының өкілдері әрине барып жәнегі дәріс өткізеді. Біз енді аптасына 1-2 дәріс өткіземіз. Жәнегі экономикалық тергеп тексеру департаменті болсын, полиция жәнегі басқармасынан, департаментінен болсын, жәнегі есірткі қылмысына қарсы жәнегі басқарма болсын, прокуратура өкілдері болсын, солардың бәрімен кездесу өтіп жатыр. Дегенмен де сол жәнегі осы сияқты форматтар түрлі қысқа фильмдер түсіріп, соны жәнегі қысқа фильмдер болғанда қысқа роликтер түсіріліп жұмыстары жасалып жатыр. Бұның барлығы осы жәнегі осының алдын алу. Одан бөлек мысалы рейдтік жұмыстар, жатақханаларға және кинологтармен бірге барып. Ол жерде мақсат балаларды шошыту емес қой. Мақсат сол мәселенің алдын алу деген сияқты. Сол сияқты жұмыстар енді шығыста жасалып жатыр. Әрине атқарылып жатқан жұмыс көп. Оның барлығы енді бірі ойға келіп жатыр, бірі қазір ойға келіп жатқан. Әйтпесе күн сайын шара ғой бізде. Тоқтаусыз шара. Жиі көремін мен жаңа сіздерді. Біз айтамын, жастар орталығын мен жаңа мақтап неметіп отырған емеспін. Шынымен өте жиі жаңа рилсқа түсетін өте ауқымды белсенді жұмыстардың бірі. Бізде жаңа қарап отырып соларға ілесуге тырысамыз деп айтуыма болады. Енді жалпы осы жерде біз жаңа күрес деп айтып жатырмыз, Енді осы жаңа сияқты дерттермен күресуді біз жаңағы форматын бағанада ұсынған форматтар, одан күресуге қараған кезде біз дамыту, қолдау деген форматқа ауыстырылуымыз қаншалықты қиын жүзеге асады деп ойлайсыздар? Жеңіл жүзеге асады. Мысалы, жаңағы біз бәрін шектеп, былай жасауға болмайды, былай істеуге болмайды. Шектеу бізде бәрі балаларға. Мысалы, жаңағы қандай нәрсе түсіндірсек, бірақ та оны жаңағы айтып отырған ұсыныстарымның бірі қолдау. Түсіну. Мен айта кетсем, Зәке, бізде тағы да прокуратурада жоқ, бірақ бізде мысалы мен енді негізі өзім Марқакөлдікпін, бірақ қазір Глубокий аудан тұрамын, сол Глубокий ауданда қазір пилоттық жоба бар. Оны сол Глубокий ауданның білім бөлімі бастаған, күш бірлікте деген, сила в единстве деген проект. Ол жерде енді жасыратыны жоқ, енді группа рискіде тұратын балалар бар, және тәуекел тобындағы, мектепшілік тәуекел тобындағы, ол мектептің оқушылары. 6-шы, 7-шы, 8-шы сыныптың оқушылары. Сол оқушыларды және кішкентай сол тәуекел тобындағы балаларды жинақтайды. Соларды мектептегі лидерлардың қатарына қосады. Солармен бірге және сіздер сияқты спектакль қойдырады, түрлі жарыстарға қатыстырады. Яғни олардың досуын ұйымдастырады. Яғни ол балаларды бөлмейді, оларды лидерлар деп санайды. Солармен жәнегі арнайы бекітілген мамандар жұмыс жасайды. Яғни бұл мәселе жәнегі балалардың басқа қырынан ашуға, балалардың дарынын, талантын ашуға деген сияқты мәселе. Бұл нәрсе мектеп кезінен қалыптасқан өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мен өзім оқығам, мысалы Құмаш Нұрғалиев гимназиясында біздің мектепте де біздің мектептің директоры баланың талантын ашу керек дейтін. Ол может біреу сөйлей алады, біреу мүмкін сурет сала алады, біреу техникаға жақын деген сияқты. Енді біздің мектеп ауданда өзі 3 гимназия болатын болса, соның біреу біздің мектеп болды. Сол жерде мен түсінген нәрсем, яғни балаға барынша мүмкіндік беру керек дамуына. Оның былайша айтқан кезде кез келген жарыс болатын болса, қаражатты бөліп жіберетін. Өйткені бала көру керек. Бала көргеннен кейін өзінің бағытын ары қарай табады деген сияқты мәселе. Яғни біздің өстіп қазір кірпіш болып қалған, өстіп адам болып жүргенімізге сол кісілер үлкен әсер етті. Дәл сондай қазір мысалы біздің өңірімізде сол жоба басталды, оны және білім басқармасына айтылды. Оны қазір пилоттық жоба ретінде басталған дүниені бүкіл аудандардан 1-2 мектептен таңдап осы жоба жүзеге асып жатыр. Оның енді былайша айтқан кезде бұл жердегі нәтиже қалай болады? Нәтиже егерде сол жұмыспен айналысатын адамдар, мұғалімдер деге, солар егерде соған болмаса мектептің басшысы, оған жәнегі тікелей жаны ашса, сол кезде ол нәтижелі болады.
Әйтпесе, енді былайша айтқан кезде біз айтамыз ғой, ата-ана кінәлі дейді, ата-ана мектеп кінәлі дейді деген сияқты бір-біріне сілтеп отырамыз деген сияқты мәселелер бар. Мен өзім колледжде жұмыс жасағанмын, сол колледжда мысалы 15-16 жастағы балалар мен кураторский тобында болды. Бірақ сол балалардың өзі мен жұмыс жасаған кездің өзінде ата-аналарына айтамыз ғой. Соны ойлаймын, мына оказывается мына кісілердің ата-аналарын өздері тәрбиелеу керек деген сияқты мәселелер болды. Бірақ кез келген мәселені шешім табуға болады. Енді ол қиын, және сіз айтып отырған мәселе қысқаша айтқан кезде өте қиын. Бұл жаққа енді және Жандос әріптесіміз де досымыз да айтып отыр ғой, бұны қоғам болып айналысуымыз керек. Бірақ қоғам болып деген кезде енді ол әдеттегі сөз емес. Бұл шынымен де мысалы тәлімгерлік деген дүниені қалыптастыру керек та бұл жерде. Яғни кез келген жерде тәлімгер болатын болса, кез келген жерде және баланы дұрыс бағытқа бағыттап, дұрыс арнаға бұра алатын адам болса, ол нәтиже болады деп ойлаймын. Өте қуаныштымын. Ойымыз бір жерден шығып жатыр. Жандос мырза, сіз қалай ойлайсыз осы тараптан? Бірнеше рет күрес деп айтып едім. Күрес дегенде мен нақты барлықтардың қолдарына кісен салып, оларды абақтыға қамау керек деген оймен айтып жатқаным жоқ. Керісінше расында да қолдау арқылы күрес. Неліктен? Өйткені бұл тікелей бір соғыстағы майдан сияқты емес. Бұл қатты кешенді майдан. Өйткені бұл майданда соғысып жатқан бір жағынан қазақстандықтар, екінші жағынан қазақстандықтар және ең басты ресурсты қазақстандықтардың өмірі. Бұл тек қана жай есірткі мәселесі ғана емес. Ішіне үңіліп қарайтын болсақ, бұл ұлт болашағы мәселесі. Әрине де біз өзімізді, ұлтымызды, халқымызды сақтап қаламыз десек, әрине қолдау мәселесін көтеру керек. Кез келген адам біз тәуелділермен жиі сөйлесіп тұрамыз, емделіп жатқан оңалту орталықтарында орналасқан адамдармен, олармен сөйлесетін болсақ, әркімі есірткіге тәуелді болған түбірін бір психологиялық проблемалардан табады. Өмірімде осындай бір кризисный жағдай болған, отбасымда бір кризисный жағдай болған, соған байланысты мен эскапизмға кете бастадым. Эскапизм түрлері бар. Алайда осы есірткіге келетін болсақ, ең жаман эскапизм түрі. Өйткені ол тек қана адамның өзін өмірден шығармайды, оған ғана зақым келтірмейді, сол тәуелдес жақын адамдарына да зақым келтіреді. Сондықтан осы эскапизмге апаратын жолды біз кесіп тастасақ, әрине де азаматтарымыз ешқандай сол есірткі сынды оларға қарайтын болмайды. Оның түбірі расында да түрлі мүмкіндіктерде. Біз қаржылай осы жұмысқа орналасу мәселесінде қарастыру керекпіз. Өйткені неліктен адамдар жалпы есірткі таратуға барады, ақша іздеп барады ғой. Сондықтан сол мүмкіндіктерді табу керекпіз. Эскапизмға не үшін адамдар барады? Өйткені өз өмірінен ләззат алмайды. Сондықтан өмірден таза ләззат алу үшін ләззат алу жолдарын да қарастырып, тауып, соларға беру керекпіз. Расында да ол бір бағдарлау ғой. Жалпы ғама. Біз оларға бір бағыт-бағдар берсек, ортақ бір бағыт-бағдар берсек, сол кезде адамдар расында да өмірге деген құштарлығын сезіне бастайды. Қазір жастармен кездесіп сөйлесетін кезде олар расында да не үшін өмір сүріп жатқанын түсінбейді. Мәселе патриотизмде ғана емес, өз-өздері үшін, енді философиялық жағынан қарайтын болсақ, өз өмірін бағаламайды да. Бірақ бәрібір де өмір сүреді. Әрине де ондай адам өз-өзін сезінбесе, өз-өзін не үшін өмір сүріп жатқанын түсінбесе, сол есірткіге, басқа да бес кеселдің жанына, басқа жалпы маргинализацияға тез алып кететін адам. Біз осы креативті индустрияны дамытсақ, жалпы түрлі мүмкіндіктерді, азаматтарымыздың көздерін ашып, олардың еліне деген, ортасына деген бір жаңа пайда әкелетін жолдарын, инструменттерін өздеріне табыстап берсек, сол кезде олар өзінің бағыт-бағдарын мүмкін солай табатын шығар деген ойдамыз. Және де бұл да менің ойымша бір күрес. Мысалы Өзбекәлі Жәнібеков ағамыз айтқандай, ол да бір мәдени майданда күрессе, еліміздің мәдениетін сақтап қалу үшін, бізді ұлтымыздың болашағын сақтап қалу үшін осындай майдандамыз. Ол бір адамдар тек қана тергеп, жаңа айтып кеткендей, абақтыға салу мәселесі емес, ол осы генофондымызды сақтап қалу және ұлтымыздың болашағын сақтап қалу. Өйткені қаншама қазақстандық болмасын болашақта, олардың денсаулығы, олардың ойы, сыни ойлау қабілеті жоқ болса, ол азаматтар елге түкте пайда әкеле алмайды деп ойлаймыз. Жалпы енді осы тұрғыда біздің статистикадар не дейді? Статистика соңғы осы жасап жатқан жұмыстарыңыздан нәтижелерінде қандай статистикамен сөйлесек? Процент төмендеу, жоғарылау, қаншалықты деген сияқты мәселелерді айта аласыз ба енді жалпы? Ең шошытатын бір сан, Қазақстан әлемде есірткіні тұтыну бойынша 8-ші орында орналасқан. Қорқынышты, өте қорқынышты. Өте қорқынышты. Бізде 200-ге жуық мемлекет бар әлемде. Қазақстан есірткіні тұтыну бойынша 8-ші орында. Бұны мен біріккен ұлттар ұйымындағы әріптестерімде таңғалып менен сұрайды неліктен екен. 20 миллионбыз, бұл өте аз негізі. Бірақ соншама
адамдарымыз есірткіні тұтынады. Ол біріншісі. Екіншісі, ол қазіргі есірткіден тәуелді нашақор адамдардың орташа портреті. Орташа портреті ол қыз адам, орташа жасы 17-де. Демек, одан да жас адамдар бар. Ол да бір шошытатын негізі жайт. Өйткені бұл да ұлт болашағы. Осыған үнелетін болсақ, біз түбір неде екенін түсінеміз, және профилактиканы кімге бағыттау керек екенін түсіне бастаймыз. Аудиториямыз кім екенін біле бастаймыз. Осындай статистика. Енді ресми ақпараттарға келетін болсақ, бізде тек қана 18 мың адам нашақор ретінде, есірткіден тәуелді адамдар ретінде тіркелген. Денсаулық сақтау министрлігінде. Алайда бұл рас емес. Біз түрлі жеке меншік оңалту орталықтарына, реабилитация орталықтарға барып, сол жердегі адамдарды санайтын болсақ, ол едәуір 18 мың деген санды 10 есе, 200 есе, 20 есе көбейтсе болады деп ойлаймын, өз ойым. Сондықтан көбісі бұл мәселені ұят қылып өздері айта алмағандықтан да бізде осы тәуелділердің саны аз. Алайда біз халық ретінде дестигматизация процесін жасау керекпіз. Өйткені енді қазақта сөз бар ғой, ауырмаймын деген ауру өледі деп. Дәл солай біз адам өзі тәуелді екенін айта алмаса, қоғамнан көмек сұрамаса, біз оған көмек бере алмаймыз. Сондықтан ең бірінші бір осы іс, ол стигматизация жасап, тәуелділерге бір стигмадан айырып, оларға көмек беру және жалпы оларда ауру адамдар екенін түсіндіру. Өйткені бізде расында шошынатады ауру адамдардан, оларды емдеу үшін біріншіден қоғамға шығару керек деп ойлаймын. Енді жалпы және сіз айтып жатқан ойларыңыздан біздегі жалпы алып қараған кезде көзқарасты өзгерту шығар. Жаңағы көзқарасты өзгерту. Енді сіздердің айтып отырған жаңа статистика өте қорқынышты. Жалпы жаңа айтып жатқан мәселеде біздің талқылап отырған дертіміз де терең ғой. Былай тамырынан қарап отырсақ. Енді соның жалпы біз осы процесте әр қазақ, әр өзім деген елім деген азамат осы тұрғыда және жалпы қоғамды өзгертемін, басқа жақты өзгертемін емес. Біздің енді ойымша жалпы өзінен бастау керек сияқты да. Міне тұлғалық даму деген жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой. Осы жерден әр балаға, әр ол ата-ана кім болса да ол уже қазақта жалпы 6 жастан кейін уже ерке жауапкершілік беріп атқа отырғызған ғой қазағымызда тек. Біз сол нәрседен кетіп бара жатқандықтан, жаңа сіздер айтқан мәселе өзін танымағандықтан осы дүниеге барамыз, иә. Бұл дегеніміз біз мысалы актерлік шеберлікте жаңа жалпы жасап жатқан жұмысымызда бізде 5 жастан бастап балаларды аламыз, 6 жасқа келген кездегі балалардың процестері. Сол кезде бала 6 жастан бастап өзінің эмоциясын проживать ете алмайды деген мәселе бар ғой. Осы екен да, жаңағы жалпы алып қараған кезде статистикаларды алып біз бөліп жас-жасымен бөліп қараймыз. Сол кезде ол өзінің не сезіп тұрғанын дұрыс жеткізе алмайды қазір. Жеткізе алмайды. Өйткені бізде бәр жерде шектеу бар. Міне, мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай, бала келеді де, кіріп келеді де, мен 15 минут жата тұрайыншы дейді ғой. Ойлаңызшы. Сол кезде жатады, бізде свет өшіп салуға болады, біз өздеріңіз көрсеңіздер, бәрі жерде жатып істейді, соны не болды дейді. Қараңызшы дейді. Үйде шулауға болмайды, секіруге болмайды. Мектепте әйтуге болмайды, бүйтуге болмайды. Қонаққа барсаң да сол, ана жерге барсаң, мына жерде бір рахат дейді ғой. Ол неме емес, балалардың шынымен сол сезім екен. Мына жерде олар ит болады, орындық болады, алқаш болады, бұл жерде наркоман болады, жаңа сияқты. Рөлдердің әртүрлі лақ болады, мал болады, жаңбыр болады. Неше түрін жасай берген кезде балаларда сол ойларында сол шектеусіз әлем, шексіз дегенге көздері жетеді екен де, өзін тануға, өзін эмоциясын солай қысылмай айтуға болады екен деген сезім келеді екен. Сол кезде бізде қазіргі кезде осы тәрбие мәселесінде, тұлғалық даму мәселесіне қатты көңіл бөлу. Жаңа Айдос мырза айтқандай, біз жаңа сияқты болғаннан кейінгі іс-әрекеттердің салдарымен күресіп, жаңа сияқты осыны әкеп кездестіру емес, жалпы міне бізде басынан бастап келе жатқан осы сияқты балаларға мүмкіндік беру, тұлғалық даму деп ол біз 12-15 подросток кезінде емес. Қуыршақ театр болған кезде біз қазір ғана апа мен аталар бүйтіп киіп алатын әлем емес. Мысалы, тағы осы жерде жаңағы біздің тәлімгер Сырым Маратбек деген бар ғой, бізде қуыршақ Мауглиді тірілтті. Кәдімгідей Мауглиді үлкен, сол ертегін көрсеңіздер болады, облыстық драма театрда. Қуыршақтың кәдімгідей түп тегін білетін адамдар сол әлемде бақаларды жүргізді. Бақалар жүргенде кәдімгідей суда жүзген сияқты көрсетеді. Шынымен қуыршақтың кәдімгідей мастерлары. Соны біз біраз садиктарға апарып көрсетіп көрген кезде оларда балаларда басқа эмоция,
байқайсыздар ғой, басқа әлем. Олар анадан кейін бағана өзіңіз айттыңыз ғой, ұнады деп. Сол сияқты сапалы дүние сөйтіп көрсете беретін болсақ, осы садиктан бастап балаларды дайындайтын болсақ, балаға 6 жастан кейін бала деп сен істей алмайсың, сен осындай болып кетесің, сондайсың, бүйтпе, сөйтпе емес. Сен тұлғасың, сен жауапкершілігің сенде. Өз аяқ киіміңді ки, өз кәсеңді жу деген сияқты нәрселерге басқандай дүние болушы еді деген ойлаймын. Енді есірткі дегеннің барлығы ол бір нәрседен, жаңа өздеріміз айтпақшы, бір өзінің ішіндегі тесігін жамау үшін керек шығар. Мысалы, айланып келгенде эмоциялары жаңа сияқты өңделмеген кезде, осы нәрсеге бармаған кезде, енді осы дүниеге қайтып біз айланып бара аламыз, осы түбегейлі қалай жетеміз? Енді сіз жаңа балалар туралы жақсы айтып кеттіңіз. Мен де оны жиі көремін. Мысалы, мына жерге келіп 15 минут демалайыншы дегенде, енді кішкентайларымыз бар, достарымның кішкентайлары бар, балалары бар. Сонымен сөйлескен кезде, енді аға сияқты сөйлесе бастайсың ғой. Нені ұнатасың, анау мынау деп. Ең жиі қоятын сұрағым, ең жақсы көретін сабағың қандай? Мен мысалы ойлайтын едім. Сіздің мысалы ең жақсы мектеп кезінде жақсы көрген сабағыңыз қандай болғанда? Ән сабағы. Ән сабағы. Сізде айтасыз? Математика. Ал қазіргі менімен жасты адамдардың балаларын сұрасаң, ең жақсы көретін сабағың соңғы сабақ дейді. Неліктен? Өйткені жүйкелері тез тозады. Жүйкелері тез тозады, олар сабақтың өзіне емес, ішіндегі контентке емес, ішіндегі білімге, ғылымға емес, жалпылама осы уақыттан тез тозады, шіріп шаршайды. Сондықтан расында да жүйкелері тез тоза бастайды. Оған қоса мынау TikTok деп отырсыз, түрлі желілер, сол жердегі келіп жатқан ақпарат жүйкеге қатты қысым жасайды. Кейбір үлкен адамдар да сол ақпараттан тез шаршайды. Ал балалардың тұлғалары әлі дамымаған, енді ғана дамып жатқан тұлғаларға сондай үлкен ақпарат массивін беретін болсақ, оған қоса ол бір сапалы ақпарат деп айта алмаймыз ғой, ашығын айтатын болсақ. Әрине де ол енді миды шірітеді деп айтпаймыз, алайда жүйкеге үлкен қысым жасайды. Сондықтан да осы жас буында зумерлерде, альфа поколение дейді ғой, оларда да жүйкелер тез тозғандықтан да сыни ой қабілеті қатты дамымайды. Олар тез шаршап, өмірдегі қиындықтардан да тез төзе алмайды, тез шаршап, қиындықтан кеткісі келеді. Эскапизмді түбірі себебі де сода болып отырғаны. Сондықтан мына жерде енді балаларға келетін болсақ, менің ойымша жүйкелерін тазарту керек, сақтау керек, олардың қандай ақпаратты алып жатқаны біріншіден, және қаншама ақпаратты алып жатқанына біз мән беру керекпіз. Сол кезде олар бірте-бірте соларға нақты керек қабілеттерді біз үйрете аламыз. Сыни ойлау, креативті ойлау, мысалы, фантазиясын дамыту. Жаңа тұлғалық даму деген кезде жалпы бір ортақ сұрақ қайтадан қояйық. Есірткі деген не деп болады? Есірткі деген не? Иә. Есірткі деген зиян, зат. Енді оны әркім әрқалай түсінеді ғой. Енді мен жалпы оны көзбен көрмегенмін, теледидардан неден болған болмаса енді түсіндіру ақпараттық жұмыстар жүргізген соң білеміз, но дегенмен енді ол өзім үшін зиян зат. Солай қабылдаймын. Енді егер философиялық сұрақ болатын болса, мен өзім жеке субъективті ойым сол, зиян зат деп қабылдаймын. Енді субъективті ойымызды айтсақ, расында да рационалды жағынан қарайтын болсақ, есірткі деген ол зат, және ол заттың екі факторы бар. Біріншісі ол тәуелділікті тудырады, екіншіден ол зияны келеді. Кез келген зат зиянды болады, бірақ та есірткінің зияны пайдаға қарағанда көбірек болады. Және ол тәуелділікті тудырады. Мысалы, біз судан да тәуелдіміз, алайда судың зиянына қарағанда пайдасы көбірек, иә. Сондықтан осы екі факторға сай кез келген зат ол есірткі деп саналады, менің ойымша. Ja, енді бұл жерде тоже әртүрлі факторлар болуы мүмкін, бірақ енді мысалы енді адамдарға да әртүрлі орта әсер етуі мүмкін деген сияқты. Мәселен, бір пайдаланып жүрген баланы көреді де, соны қызығады мысалы біреу. Неге? Енді қарапайым мысалы темекі шегетін балалардан да сұраса, не үшін темекі шектің десе, мен достарым шегетін, сатып алып, маған да қызық көрінді деген сияқты әңгімелерді айтады. Мүмкін сол сияқты әсер ететін шығар, мүмкін ортасы, өйткені кез келген адамның осы тұлға болып қалыптасуына ортасы әсер етеді. Мәселен, сіздің жаныңызда жүрген балалар, осы орталыққа келіп жүрген балалар, олар әрине ертең және өмірге деген көзқарастар бөлек, өйткені олар кітап оқиды, мысалы күніне бірнеше сағат, олар өздері бір қойылымдар қояды, олар ізденеді, олар шығармашылық дамып жатыр. Ал кейбір орта бар, ол күніне бірнеше сағат, олар өздері бір қойылымдар қояды, олар ізденеді, олар шығармашылық дамып жатыр. Ал кейбір орта бар, ол басқа ортада, ол жерде мысалы көшенің ортасы, ол маргинал жастар болуы мүмкін. Мәселен, біздің қаламызда да бар ғой, түрлі маргинал жастар, жәнегі әртүрлі өздерінің не болып бөлінеді, мысалы
қалай деп айтсам болады, мысалы аудан болып бөлінетін маргинал жастары бар, одан бөлек және осы есірткіні пайдаланатын енді олардың өздерінің бір кругтары бар ғой, в любом случае олар бір-бірінен тауып алады каким-то образом деген сияқты. Яғни ол орта да әсер етеді деп ойлаймын осы және есірткіге және енді тесікті бітейтіні анық, но дегенмен де бір отырыстардан отырып мәселен балалар жиналып бір туса да сондай бір әңгіме басталып кетті да соны көрді, одан кейін сол тәуелділік пайда болды деген сияқты мәселе да бір әсер ететін бір фактор сияқты болып көрінеді осы есірткіге. Осы жерден ары қарай жоқ деп сол кезде не үшін біз айта алмаймыз? Ең бірінші Айдос мырза айтып отырғандай орта. Өйткені кез келген сіздің айтып отырғаныңызда дұрыс, эскапизм, ол өмірден қашу, бір осы нақты рас өмірден қашудың бір тәсілі. Біз бұл өмірден неліктен қашқымыз келеді? Өйткені расында да ескі қайта дара, мы хотим ее закрыть, есірткінің тұтынуында бір себебі сонда. Алайда енді неліктен біз жоқ деп айта алмаймыз, ол ортаға байланысты. Кез келген тәуелділіктің енді химиялық тәуелділік дейік, есірткі химиялық тәуелділікке жатады ғой. Тәуелділіктің үш түбірі бар. Аддиктологтардың айтуынша. Біріншісі ол ортаның әсері. Екіншісі ол генетикалық жағдай. Өйткені адам ата-анасы, оған дейін аталары бір заттан тәуелді болса, тек қана бір есірткіден, ішімдіктен тәуелді болуы мүмкін, ойыннан тәуелді болуы мүмкін, жалпы рисковое поведение дейді ғой, содан да осал болуы мүмкін. Ол да тәуелділікке бір ықтималдықты тудырады. Үшіншісі ол психологиялық қабілеттілік. Психологиялық қабілеттілікте біз осы өз-өзін түсіну, өз-өзінің әсерлерінді түсіну, рефлексия жасап, нақты мен неліктен менде осындай ой, неліктен менде осындай тәуелділік, неліктен мен мынаны қалаймын, мынаны қаламаймын деген сұрақтарды қою алдымен және сол сұрақтарға жауап беру қабілеттілігі психологиялық жағынан. Осы үш фактор бір-бірімен шектелесіп ауытқу немесе бір жалпы жаман болып тұрса, тәуелділік туады. Сондықтан мына жерде біз келетініміз ол психологиялық жағынан сыни ойлау қабілеті жоқ. Немесе сила воли дейді ғой, сонысы қатты дамымаған. Мүмкін генетикалық жағынан мүмкін ата-аналары немесе арғы аталары тәуелді болған шығар. Және де ортасы әсер еткен шығар деген сұрақтарға келеміз. Өйткені кез келген тәуелді адам, әсіресе қазір синтетикалық есірткіден тәуелділер, олар есірткіні бірінші рет бір шеттен тауып алған жоқ. Оның достары, бірге отырған адамдары оларды еліктеп есірткіні тұтынуға сұрады. Өзінің ортамызда болғың келсе, біздің ішкі мәдениетімізге сай болғың келсе, ты должен вписываться. И вот один из факторов осы есірткіні тұтыну. Әрине адам есірткіні тұтыну үшін тұтынбайды, сол ортада қалу үшін тұтынады ғой ең алдымен. Және де сол ортаға сай болу, ортадан шықпау. Белгілі бір қоғамның ішінде қалу және өзін сол қоғамның мүшесі ретінде санау үшін адам осы тәуелділік жолына кетеді. Сондықтан біз расында да мен бірнеше рет сыни ойлау қабілеті туралы айтып отырмын. Өйткені біз адамды расында да саны ойлауға үйретсек, оған ондай орта керек еместігін түсінеді, өзі сол ортадан алшақтайды. Осы сұрағыңызға да жауап осы. Адам жаман ортада қалғысы келетініне байланысты. Енді жалпы сол орта жәнегі сол аясында сөйлесіп жатырмыз ғой. Енді осы жерде мынандай сұрақ туындайды да. Енді қараңыздар, сол кезде заң қатал болу керек па? Әлде түсіндіру жеткілікті ма? Екі жағынан да жұмыс керек. Тек қана заңды қаталдатып, түсіндірме жұмыстарын жасамау немесе оған көз жұму ол қате. Өйткені әрине де жауапкершіліктен адам босамайды, заңды білмесе де, алайда адам заңды білу қажет. Өз конституциялық құқықтарын білу қажет. Жалпы қоғамға не зиян әкеледі, не пайда әкелетінін түсіну қажет. Ал жай ғана түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, адамның бостандығын мысалы өзіне қалдырса, өз-өзіне белгілі бір әрекеттерді жасауға бостандығын қалдырсақ, мысалы есірткі тұтынуды, ол да қате деп ойлаймын, немесе есірткіні тарату. Неліктен мысалы каннабис мәселесіне көз аударатын болсақ, мысалы Еуропада, жалпы батыс елдерінде каннабиске шөп дейді ғой, либералды қарайды. Өйткені ол либералды ойлаудың бір тәсілі емес. Мемлекеттік аппаратқа қарайтын болсақ, ол мемлекеттерде барлық қаражатқа байланысты. Мемлекеттің қаражатын өз азаматтарын шектеу үшін, түрмеге қамау үшін, емдеу үшін мемлекет өз қаражатын оған бөлгісі келмейді. Сондықтан да ол бірдей жауапкершілікті де сақтайды және бостандықты сақтайды. Сен есірткіні тұтынғың келсе, ол заңды тұтына бер. Бірақ та одан кейін сен тәуелді болып қалсаң,
ол одан емделу жауапкершілігі сенің мойнында, бізден, мемлекеттің мойнында емес, қоғамның мойнында емес деп өз жауапкершілігін мемлекет азаматтарға беріп жүктеп жатқаны. Ол сол мәселе. Сондықтан да сіздің қойып отырған сұрағыңызда ол екі жағы да қос қанаттай болу керек. Екеуіне де назар аудару керекпіз. Өте әдемі практика, иә, бізде жауапкершілік деп айтып жатқанда және тұлғалық даму дегенімізде соның тұрғысынан ғой. Әрбір тұлғалық даму және тұлғамен дамыған адам әрқашан жауапкершілікті өзіне алады. Және сияқты сылтау сияқты мектеп, қоғам, осы досы деген сияқты мәселелерді туындамайтын шығар. Иә, жауап. Кешіріңіз, сөзіңізді бөліп жатырмын. Бізде жастармен келген кезде мен әрдайым айтамын, не үшін қазақтар баланы атқа отырғызған, не үшін атқа мінгізген, әсіресе ол баланы деп. Ешкім білмейді ғой, білмейді қазіргі жастар не үшін. Мен айтамын, мен жауапкершілікті тізгін ұстау, енді ол аттың тізгін ұстау деген енді ол жауапкершілік қой. Сондықтан ер балаға жауапкершілікті үйретейік. Бізде қазір кейбір достарымыз да бар дейге, кейбір жігіттер де бар, жас балалардан да көреміз. Енді мысалы жігіт деген ол отбасын құратын, отбасыға ие болатын азамат қой. Олар тіпті ондай жағдай емес, тіпті өздерінің өмірлеріне де жауапкершілік алмайтын адамдар бар. Енді ондай нәрселердің барлығы, және сіз айтып отырған сол тұлғалық даму деген сияқты мәселелермен соның төңірегінде нететін дүние ғой. Енді Абай атамыз да айтқан ғой, ондай айында, күнінде, аптасында болмаса жылында бір өзінен өзің есеп алып бағана сен айтып отырғандай. Адам шынымен өзінен өзі есеп алып, мен не істедім жалпы? Қандай пайдам тиіп жатыр қоғамға деген сияқты. Қоғамға пайдам тимесе де зиян тимей жатыр ма деген, тиіп жатқан жоқ па деген сияқты мәселелерді адам қою керек деп ойлаймын негізінде. Сол төңіректе жұмыс, енді және сіздің бағана сұрағыңыз ғой, және заңды күшейту керек пе, әлде ағартушылық жұмыстарды көбейту керек пе деген сияқты екі жақты да шынымен жасау керек деп ойлаймын. Бұл нәрсені, бірақ бізде қазақта бір жаман ұғым бар ғой, қаперсіздік деген. Қазақ өзінің басына тимей ол нәрсені біз сөйтеміз ғой. Мысалы сен басыңа сол мәселе бір бауырың, туысың, біреу келіп соған тимейінше сен оны зерттемейсің де, қарамайсың да, барасың, түсіндірдің, ақайттың, кеттің деген сияқты мәселе. Ол жетіп жатыр ма адамға, оны адам қабылдап жатыр ма деген сияқты мәселе. Жәнегі заң бойынша да, мысалы, туышыл конституциялық реформа өтіп, адамдар конституцияны оқыды ғой. Біз әйтпесе бәрі жақсы оқыды, әйтпесе оған дейінгі 95 жылғы қабылданған конституцияны 100% білетін адамдар сияқты жазған қаншама адамдар болды. Сондықтан бізде көбінде андай заңды білмей жатады ғой. Көп адамдар заңды білмей жатады, оны қарамайды да, оған қызықпайды да деген сияқты. Сондықтан екі жақтан да күшейтіп жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Өте керемет. Және шынымен бізде елімізде қандай бір көзқарастар, қандай бір ақпараттар біреу қалай айтады, соның артына үлкен ілесіп жатқан мысалы көштер көп қой, жаңа сіз айтпақшы, соның бәрі сыни ойлаудың, және сияқты басқалар, жаңа конституция деп айтып жатсыз, бір тіл мәселесін айттық та, бүкіліміз сол тіл мәселесін бәленбай рет зерттеп саған сияқты біраз айттық, әңгіме болдық деген сияқты. Енді қазіргі жаңағы құқық қорғау органдарына қатысты да сондай мәселелер айтылады, және заң деген кезде көп нәрсе сол кісілердің жауапкершіліктеріне тасталады да, ал ол кісілерде біреудің әкесі, біреудің ағасы, біреудің жұбайы, біреудің тағы. Ол жақта тек қана ер адамдар жұмыс істемейді, әйел адамдар да жұмыс жасайды. Енді осы заңдылықтардың барлығын қаншалықты біз осы қоғамға сол кісілердің көзқарастарын түсіндіре алып жатырмыз. Жаңағы бағана спектакль кезінде айтты ғой, сендер барлықтарың мені жек көресіңдер дейді да, бірақ та менің бұл жұмысым дейді. Осы тарапта бізде қандай көзқарас? Жақсы сұрақ, өте жақсы. Енді менің ойымша, тек өзімнің позициям, құқық қорғау органдарында жұмыс, ол бір ерекше жұмыс. Ерекше жұмыстар өте көп, бірақ құқық қорғау органдарында жұмыс істеу, ол сондай бір ерекше жұмыстардың бір түрі. Ол жұмыстың ерекшелігі дегуманизация. Біз адамға тұлға ретінде қарамаймыз, өйткені біз біріншіден формаға қараймыз, погондарына қараймыз, удостоверениесіне қараймыз, бірақ түріне емес, ішіндегі бір жанына емес, адамшылығына емес, тұлғалық бір ерекшеліктеріне қарамаймыз. Өйткені олар бәрі бірдей болу керек, және олар нақты бір функцияны атқару керек. Сондықтан мүмкін ол өз тұлғалығын көрсету керек шығар офицер ретінде, құқық қорғау органының қызметкері ретінде. Алайда ең бастысы ол заңды сақтау және заңды қорғау. Ол сол жұмысының ерекшелігі. Мысалы, біз қылмыстық кодексті ашып қарайтын болсақ, бір мүлдем басқа мысал, ол жерде бір жауапкершілікке тартылатын бір бап бар. Атом станциясында қасақана бір техника безопасности бар ғой, соны сақтамау үшін
құқықтық жауапкершілік, қылмыстық жауапкершілік қарастырылған атомдық станцияда жұмыс істейтін адамға. Атомдық станцияда жұмыс істейтін инженер болсын, ол ойламайды ғой мен сотталып кетемін деп. Ол қарапайым бір қасақана жасамай, бірақ белгілі бір қатені жасай алады. Бірақ та ол өз жұмысы кезінде басқа адамдардың өміріне нұқсан келтіретін әрекетті жасай алатын себепкер болса, ол сондай жауапкершілікке тартылады. Мына жерде де дәл сондай. Құқық қорғау органдарының қызметкері ол басқа адамдардың өміріне жауапты. Ол сол жауапкершілікті осы жұмысқа келе өзіне алады. Және де әрине құқық қорғау органдарына сенім мәселесі, оларды құптау, қосу немесе керісінше бір позитивті түрде қарау мәселесі, ол тек қана нақты бір біздің алдымызда тұрған тұлғаға байланысты емес, ол толықтай осы жүйеге байланысты. Жүйе мейлінше нәтижелі, эффективті, мейлінше гуманды болған кезде адамдар да оған әрине гуманды түрде қарай бастайды. Бірақ бұл жерде олардың басты функциясын біз ұмытпау керекпіз. Олардың басты функциясы заңды, құқықты сақтау, тәртіпті сақтау. Ал олардың адамгершілік қасиеттері бұл әрине жақсы, бірақ міндет емес деп ойлаймын. Жалпысында, Айтас мырза, сіз қалай ойлайсыз? Енді жоқ, шынымен жақсы сұрақ, енді қиын сұрақ деп айтса да болады. Енді бұл жерде енді былай өзімнің жеке көзқарасым, субъективті ойым. Бізде мысалы енді ол кісілерге деген көзқарас қате ғой, жалпы көп халықта не үшін олар штраф салады деген сияқты мәселе. Болмаса жәнегі проверка келіп жатса да солардан шошып, лучше кеме қойса екен деген сияқты бір принцип бар енді бізде. Енді бізде мүмкін сондай бір ой қалыптасып болғандықтан ба. Сол үшін ондай мәселе болмас үшін әрине де ол кісілер енді қазір кішкене ашық болып қалды ғой, бұрынғыдай емес. Бұрында мысалы енді әркім тек қана өзінің қызметін атқаратын еді. Қазір енді ашық, қоғаммен еркін сөйлесе алады. Және сіз айтпақшы осындай подкасттарға да шығып жатыр. Бірнеше жәнегі жастармен де кездеседі, халықпен де кездеседі. Сондықтан енді бұл бағытта әрине де жәнегі Жандос досымыз айтқандай бұл жерде жүйе өзгермейінше, енді ол жерде жәнегі ол кісілерге деген көзқарас, ол кісілердің портреттері мүмкін дұрыс болмайтын шығар әлі де. Сол үшін жәнегі жүйе өзгеруі қажет деп ойлаймын, жеке өзім пікірім. Жүйеде нені өзгертеміз? Сұрақтарыңыз өте ауыр екен. Иә, расында да өте қызық сұрақ. Жүйені қалай өзгерту керек? Негізі бұл кешенді сұрақ. Иә. Кешенді сұрақ. Кешенді сұрақ. Жалпы жаңа жүйе деп айтып отырмын, бұл жерде подкаст. Кешенді жоспар дайындайды, жастар саясаты жөнінде кеңес. Енді сондай көзқарас қалыптасу үшін жалпы жаңа айтып отырмыз. Енді менің жалпы оқыған мамандығым бірі осы құқық саласы болды, бірақ енді құқық саласына бармадым. Өйткені шет жағасын көрдім деп па. Ол жердегі жаңа ең басқа мамандықтарға алып қараған кезде, мысалы құқық қорғау органдарының сіздер қараңыздар, 24/7 жұмыс жасайтын сол кісілер ғана. Байқайсыздар ма? Иә. Кәдімгідей басқа, мысалы кәдімгідей ең сүйкімсіз, ең жаңа сияқты сондай кері көзқарас қалыптастырған мамандар солар. Бірақ бізде бір жағдай бола қалса, төтенше жағдай, бір қауіп болатын болса, бәрібір сол кісілерге хабарласамыз. Қараңыздаршы. Ол ең ерекшелігі сонда жұмыс қой, халықпен жұмыс жасау, адаммен жұмыс жасау деген сияқты мәселе. Олар мысалы күн сайын және халықпен жұмыс жасайды. Енді полиция қызметкерлерін алып қарасаңыз, олар шынымен енді оларды жан-жақтан қыспақтайды ғой, жәнегі әртүрлі тексерістері бар, тағысын мәселелері бар, және түсіріп алады видеоға деген сияқты. Ал былайша келген кезде ең жұмыстың ауыр сол кісілерде ғой, шындығында мысалы. Ол кісілер халықпен етене жұмыс жасайды, басқалар сияқты емес. Жәнегі қарапайым жәнегі ГАИ қызметкері болсын, оларды халық тоқтатады, жәнегі заң бұзушылық болса айтады деген сияқты мәселелер, оны түсіндіреді. Сол сияқты мысалы жәнегі инспекторларды мысалы халықпен әр үйдегі жительдерді таниды деген сияқты, олармен түсіндіру жұмыстарын жүргізеді, біреу мүмкін ішіп алады деген сияқты мәселелер. Енді әртүрлі мәселелер болады. Сол жағдайларға байланысты ең ауыр, ең қиын жұмыстардың бірі деп ойлаймын. Енді оларды әр кез келген уақытта жұмысқа да шақырып алады. Қиын ғой енді. Иә. Сондықтан бармағанымыз бір жағы қиын, бірақ та енді осы жерде сол кісілердің көбінесе қарапайым халық деп айтып жатамыз ғой, біз бер жақта өзімізді солай ақтап аламыз да, бірақ та осындай жауапкершіліктерді біз біреуге жүктей салған бізге ең жеңіл нәрсе. Қарапайым жаңа ГАИ қызметкерлерін айтайық, енді сен шынымен бұздың ғой,
шынымен ережені білмедің, өттің, бұздың, ол тоқтатса айтасыңдар. Біз осы жерде былай ғана бүйтіп кетіп едім, мынау мені тоқтатып алды деген. Сол кездегі біз өзімізге деген жауапкершілікті өзімізден сұрай алмай, біз ана кісілерге сондай көзқарас, мысалы жалпы қарапайым балаларымыз өзі, мысалы ГАИ кетіп отыр, не деп айтамыз? Көбінде, мысалы балаларда көп отбасында балаларды артында немесіз отырады, мысалы орындықсыз отыратында кресло тығыл ГАИ келеді дейді. Ол ГАИ не үшін тоқтататынын ол түсіндірмейді, бірақ баласына айтады, ГАИ ол жаман адам деген түсінік береді да, сен тығылу керексің дейді. Ал бала міне сол жастан бастап бізде тығылады, и ГАИді көрсе олар қорқатын болады, жаңа формадағы кісі. Содан бастап енді әрбір жауапкершілікті біз сондай көзқарасты қалыптастырып жатқан, осы арада қарапайым ана невинный халық деп аламыз да, соның ішінде бүкіл нәрселерді солай өзіміз жауап береміз де, кереш жол спрос жасаған кезде біз ана кісілерден сұраймыз. Неге сіздер сондай? Ертең бала, өскен бала отырады да, ана кісіге айтады, мынау онша емес кісі, ГАИдар онша емес дейді. Бірақ та ол осының баланың өмірін сақтау үшін, ана кісінің өмірін сақтау үшін, болашағы үшін істеді ғой, мысалы. Отбасында қаншама сондай бар да, ремень қанша отбасын сақта қалған боласы статистика бар ғой, шынымен. Осындай көзқарастарды енді жаңа сияқты әлеуметтік желі деп айтып жатырмыз, жалпы осы жасап жатқан жұмыстарымыздағы ол кісілердің көп жағдайда жасап жатқан жұмыстары көрсетілмей қалатын сияқты мен. Енді ол кісілерді мысалы вызов жасап шақырамыз, істейміз, одан кейін оны жасағаннан кейін оның барлығы жақсы, енді әдемі аяқталғаннан кейін мысалы құтқарушы боран болды, анау болды, мынау болды, құтқарып болған соң құтқарылды осынша адам деп алды. Ал оны қалай кімге жаны мысалы өрт болса да сол кісілердің жұмыстары ғой мысалы. Қаншалықты енді осы жағына жаңағы есірткі деп жатырмыз, басқа нәрсемен күресіп жатқан осы мамандар ғой, мысалы жаңағы сияқты күресті өзіңіз айтпақшы мәдени майдан сияқты қазіргі бізде күресіп жатқан, біз өзімізбен күресіп жатырмыз, өзіміздің ішкі жаңағыдан жан дүниелерімізбен күресіп жатқан кезде майдандағы тұрған сақшыларға қаншалықты біз ол кісілерге қорған бола аламыз халық ретінде? Расында да кешенді сұрақтар. Қаншалықты қорған бола аламыз дейсіз ба? Жақсы сұрақ. Неліктен? Өйткені біз оларға қорған болған кезде олар біздің қорғанымыз ғой, иә? Дәл солай. Сондықтан біз олардың ниеттерін түсіну керекпіз. Ең біріншісі, азаматтық қоғам ретінде, жалпы қоғам ретінде осы ГАИ-мен көрсеткен мысалыңыз расында да сондай. Контексті бала түсінбейді. Алайда негативті эмоцияны ол түсінеді, ол сезеді. Сол кезде осы негативті паттернді қызметкермен, формамен ассоциация жасап, әрдайым солай паттернді нетіп қояды, қалыптасып қояды расында да. Біз жалпы оның не үшін жасап жатқан, соның ниетін түсінсек, сонда түсінеміз. Мысалы, сізге штраф салынса, жауапкершілік біріншіден бізде. Жауапкершілік сенде, сен өйткені осы штрафтың себепшісің, бірақ сен жауапкершілікті өзінен тастайсың. Демек, біріншісі ол жауапкершіліктен қашпау керек. Екіншісі, қазір жауапкершілікке тартып жатқан қызметкер, ол тек қана тарта алады, ол тек қана тәртіпті сақтайды. Ол адам бұл жүйені, бұл ережелерді жазбағанын түсіну керекпіз. Ол ережелер мемлекетпен қабылданған. Мемлекетте бәріміз тұрамыз. Азамат ретінде осы ережелерді қабылдаймыз. Демек, біз осы ережелерді қабылдап, осы мемлекеттің азаматтарымыз, немесе маған бұл ережелер ұнамаса, мен көшіп кету керек. Азаматтығымды мүлдем ауыстыру керекпін. Маған осындай штрафтар немесе осы үшін жауапкершілік ұнамаса, немесе мен мүмкіндігінше осы штрафты алып тастауға әсер ету керекпін дегендей осындай азаматтық құқықтық сананы біз қосу керекпіз. Демек, менің алдымда мен жауапкершілікке тартып жатқан адам бұл ережені өз ойынан тауып жатқан жоқ. Бұл нақты ортақ ереже екенін түсіну керекпіз. Үшіншіден, ол сенім расында. Жаңа ниет деп айтып кеттік, оның ниеті не үшін? Неде? Біз полиция қызметкерлерімен жиі пікір алмасамыз. Олардың жалақылары үлкен емес. Олар бір үлкен күшті преференциялар алмайды мемлекеттен, біз ойлағандай. Олар қарапайым, біз, сіз сияқты азаматтар. Бізбен бірге осы қарапайым үйлерде тұрады. Біз сияқты азық-түлік сатып алады. Біз сияқты өмір сүреді, алайда олардың ұйқылары аз. Жүйкелері тезірек тозады. Не үшін? Себебі олар осы елге қызмет етуді таңдады. Осыны біз түсіне бастасақ, осы жүйеге адам не үшін келгенін түсіне бастасақ, сол кезде біз оларды сақтай аламыз деп ойлаймын. Өйткені күнделікті өмірде адам еске алмайды. Мынау адам не үшін мына жерде тұр екен? Мынау адам не үшін мынау қызметті атқарып жатыр? Тек қана ақша үшін емес, расында да нақты бір мақсаты тәртіпті сақтау арқылы мемлекетімізді
және азаматтығымызды бір сақтап қалу деп түсіне бастасақ, сол кезде біз оларды не то что түсінеміз, дәріптей бастаймыз деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз? Мен де дәл жанда сияқты ойлаймын. Жақсы, онда жаңағы сұрақтар есірткіге жаңа сияқты енді айланып келек, сол төңірегімізде сол ғой. Енді Жандос мырза, енді осы салаға өзіңіз келдіңіз ғой, енді осы саламен үлкен, енді президенттің жанынан ашылған кеңес, бұл деген жауапкершілік үлкен, сіз бір ғана емес, бүкіл региондарды қарайсыздар ғой енді жалпы. Сол кезде енді сол региондармен жұмыс жасап жатқанда осы есірткіге баратын адамдардың қаншалықты көбі осы ақшаға мұқтаждықпен барады екен? Тәуелділіктен енді қылмысқа келетін болсақ, енді бұл кеңес ол президент жанында емес, ол ішкі істер министрлігінің жанында, бірақ алайда енді нақты қылмыскерлерге келетін болсақ, олардың көбісі ақша. Бірақ мәселе жай ғана ақшада емес, ақша табудың жолдары өте көп. Мына жерде тез ақша табу және оңай ақша табу. Еңбектен адам жауапкершілікті өз-өзінен алып тастап, ақшаны тез тапқысы келеді. Оның бір жақсы жолын осы есірткіні тарату, есірткіні сату немесе өндіруде көріп отыр. Өйткені ол оңай деп оны санайды. Біз жиі жастармен кездескен кезде айтамыз, мысалы, закладчик дейді ғой, есірткіні таратушы. Закладчиктің жұмысы өте оңай. 2 ай жұмыс істейсің де 12 жыл демаласың. Өйткені расында да кез келген закладчик бәрібір де түбінде жауапкершілікке тартылады. Біреулер ойлауы мүмкін, бір осындай кішкентай уақыт ішінде ол оңай жұмыс істеп. Расында да оңай болып көрінуі мүмкін. Алайда оның ішінде тұрған стресс, оның ішінде тұрған жауапкершілік, халықты, өз ортаңды улау мәселесі, өзіне нұқсан келтіру мәселесі. Ол үлкен бір моральдық жағынан да, қоғамға әсер ету жағынан да үлкен бір жауапкершілік. Сондықтан олар осындай үлкен ақшаны табады. Бірақ олар оны түсінбейді. Олардың ойынша ол сіздің қойылыңыздағыдай қарапайым механизм. Мына жерде сен курьер ретінде тамақты тасысын, мына жерде сен курьер ретінде және есірткіні тасисың. Оның ішінде не екенін саған білу қажет емес. Сол кезде осы моральдық жағын сөндіріп тастап, осы ақшаға еліктеп кетеді. Түбірі сонда. Бірақ кез келген абақтыда отырған адамдармен сөйлескен кезде, көбісі жастар, олар айтады, мен дәл қазір сол қойылымдағыдай флешбекке оралып, ең басына келген кезде менде осындай таңдау болса, мен оны таңдамас едім. Өйткені түбінде ешқандай миллиондаған ақша жоқ. Тіпті менің отбасымда адвокатқа деген ақша жетпейді. Ата-анама деген ақша жетпейді. Түбінде қазір 10-15 жылға сотталып кеткен жастарымыз өте көп, 4 мыңнан астам жастарымыз бар. Осы қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Олардың көбісі 18-де, 19-да. Сонда демек олар 30-қа, 35-ке, тіпті 40 жасқа келген кезде абақтыдан шығады. Жоғарғы білімі жоқ. Жұмысқа орналаспаған. Ата-анасы тірі болмай ма, ол белгісіз. Достары мүлдем болмайды, ортасы болмайды. Ол толықтай социумнан жоқ болып кеткен тұлға қайтадан осы социумға кіреді. Не істейді? Скорее всего, рецидивист болып қайтадан немесе есірткі, немесе басқа бір қылмыспен айналыса бастайды. Сондықтан ол ешқандай ақша оның құнына жетпес деп ойлаймын. Бірақ себебі адамдар ақшаға қызығып кетеді. Біздің түсіндірме жұмыстарымызда да осы түбінде не бар екен, осы хикаяның финалы немен аяқталатынын біз спойлер жасап жастарға түсіндіреміз. Сен закладчик болғың келсе, бәрібір мейлі бола бер, бірақ сонында сен абақтыда боласың. Сен ананың көз жасын көресің. Сен достарынан айырыласың, бәрінен айырыласың. Ол рас. Өйткені бұл ойдан шығарылған бір әңгіме емес, 4 мыңнан астам жастарымыз оның бір дәлелі. Және соны жастарға түсіндіре келе ғана, көздерін аша келе, біз расында да оларды бірте-бірте осы дерттен, осы қылмыстардан сақтап келе жатырмыз. Енді және түрме деп айтып жатырмыз, баланың бәрі қай жерге барса барады. Енді осы жерде түрмеге қамаған кезде түрме сонда түзету орны ма, әлде сындыру орны ма? Әзірше ол сындыру орны. Ашығын айтатын болсақ. Ашығын айтсақ, әрине сындыру орны. Бізде біздің түрмелер мен Норвегияның түрмелерін салыстыратын болсақ, әрине жер мен көктей. Бір жағынан адам жауапкершілігін өтеу керек, бірақ тұлға ол жерде сынбау керек. Өйткені жаңа айтып кеткендей, сол түрмеде отырып, сол жүйеден өтіп, адам қайтадан рецидивист болуы ықтимал. Жоғары. Ал енді адам ол жерден жаңа бір дағдыларды алса,
и социализациядан өтсе нақты бір жаңа білім алып сол жерден шықса, қоғамға бір пайдасын әкеле алса, неліктен жүйені солай өзгертпеске. Өйткені олар әрине қазір де еңбек жасап жатыр. Мысалы біздің республикалық кеңестің бір мүшесі сондай жобаны бастады. Абақтыда отырған адамдар қоғамға пайдалы істі жасап жатыр. Алайда олар тек қана қоғамға тікелей жауапкершілігін өтемей, өз-өзіне де жаңа бір пайдалы істі, пайдалы дағдыларды алу керек деп ойлаймын. Өте керемет. Жауап жаңа ашығын айтқанда сол әдемі кетті де, жаңа түрме қандай орын дегенде бірден сындыру. Біздегі өйткені түрмеге барып келген адам өз жазасын өтіп, одан кейін жақсы болып кететін, жақсы өмірге барады деген сияқты. Мысалы, алдында бір көрерменнен сол сұрақ болды да, тура осы жаңа не үшін қойдым деген кезде, спектакль біткеннен кейін сол кісі айтты, осылай түрмеге барып келгеннен кейін ол бақытты бола ала ма деген сұрақты залдан. Ойлаңызшы, балада сондай ой бар екен де, сол үшін де осы сұраққа айналып қойып отырғанымыз сондықтан, өйткені бұл көбінесе мүмкін көрген ортасы бар шығар, бар ортасы бар шығар, бірақ та адамдардың бәрі және тұлғалық деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы сондай дүниелерден енді бір сөзбен айтқанда есірткі жалпы ол тұтынатын және осы жолға баратын адамдар, ол сұрақ қойын, жалпы өздеріңіз ол қорқыныштан ба, әлде қызығушылықтан ба? Қалай сонда? Түсінбедім расында. Міне, мысалы, қорқыныштан ба? Мысалы, есірткіге баратын. Есірткіні пайдалану ма? Пайдалану, немесе есірткіден ақша жасайтын адамдарды. Иә, закладка жасау. Ол қорқыныштан ба, әлі қызығушылықтан ба? Қалай ойлайсыздар жалпы? Қызығушылықтан, менің ойымша. Жалпылап, иә? Менің ойымша қызығушылық. Өйткені біз көп сұхбат аламыз. Есірткіні таратқан адамдармен де, есірткіні пайдаланған, тұтынған адамдардан да сұхбат аламыз. Оған барлығы қызығушылық немесе жаңа айтып кеткен эскапизм, реальностьтан қашу. Мысалы, кейбір адамдар бар, ақшаға қызықпайды, әл-ауқаты жақсы бір отбасылардан, бірақ бәрібір де закладчик болып жұмыс істейді. Неліктен? Өйткені адреналин. Өйткені жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Адреналин бір жол. Әрине ол көп емес, бірақ ондай да бар. Жауапкершілікке тартылған, өздері сондай бір жақсы бай нелерден, отбасылардан шыққан. Бірақ оның барлығы, енді күштісі асырасын айтса, бірақ оның барлығы қызығушылық және жауапкершіліктен қашу. Жауапкершіліктен, енді осы болып жатқан оқиғалардың, болып жатқан случайны статистика айттыңыз ғой, өте қорқынышты жерген, және 8-ші орында. Енді осыған кінәлі адамды іздейік, қоғам кінәлі ма, әлде адам өзі кінәлі ма? Ең оңай жолы ол кінәліні іздеу. Кінәліні іздеп, қайтадан жауапкершілікті сол кінәліге салып тастау. Бұл жерде өте көп факторлар бар. Геосаяси факторлар бар. Өзіміздің гендерлік және демографиялық факторларымыз бар. Мәдени факторларымыз бар, ол да бар. Айта берсек көп. Бір жауапты тұлғаны, бір жауапты адамды, немесе бір жауапты топты табу мүмкін емес. Мына жерде керісінше жауапкершілікті кім өзіне алып, осымен күресе алады деген сұрақты қою керек деп ойлаймын. Ал бұл жерде жауап өте оңай. Ол бір ғана тұлға емес, президент емес, бір министр емес, бір доктор емес, ол бір ұлт, қазақ ұлты, Қазақстан халқы осы дертпен күресу үшін жауапкершілікті өз мойнына алу керек. Өйткені бізге шетелден келіп, немесе іштен бір адам табылып, осы мәселені дұрыстап бермейді. Оны барымыз қосылып, меніңше қойылымдар арқылы, мемлекеттік қызмет арқылы, контент түсіру арқылы бірте-бірте өзіміздің ресурстарымыз арқылы өзгерту керекпіз. Солай ғана осы жауапкершілікті алып, мәселені өзгерте аламыз. Рахмет үлкен, өте жаңа сіздердің Жандос мырза айтқан ойларыңыз, Айдос мырза істеп жатқан іс-әрекеттеріңіз осымен тоқтамасын. Өйткені сіз айтпақшы, бұл бір адамның емес, бір орталықтың, бір сіздер айтпақшы, бір органның емес, жалпы біздің әрбіріміздің жауапкершілігіміз деп ойлаймын, санаймын. Сіздердің істеп жатқан іс-әрекеттеріңіз салыстырмалы түрде статистиканы айтып жатыр, салыстырмалы түрде біз жақтан атқарып жатқан жұмыстарды айтып жатырмыз. Сондықтан әрбір іс-әрекет бір-бірімізге тайталас болатын нәрсе емес, бір-бірімізге көмектесіп, жауапкершілікті әрбіріміз өзімізге алып, осы ортаның көзқарастың жақсы жаққа өзгеруге менің тарапымнан өзім қазіргі қолымда барды не істей алам деген сұрақ әрбірімізде болса ғой, сол ойды түйдіре алсақ, біздің жеткен жетістігіміз сол шығар деп. Өйткені ойлана бастап өзіне сұрақ қоя бастаған сияқты азаматшаларымыз, балаларымыз, жастарымыз ары қарай әрекетке бара алады деп ойлаймын. Өйткені ең бірінші дейді, сіз Айдос мырза айтып кеткен, ең бірінші өзіне
отчет ала білген, сұрақ қоя білген адам ол яғни арға амал жасай алатындай, жаңағы сияқты тек қана өзіме болсын демейміз, жалпы қоғамға, ұлтқа болсын деген іс-әрекетті жасай алады деген ойдамыз. Сондықтан бүгінгі бір сөзбен бүгінгі подкастымызды қорытындыласақ, ойларыңызды айтсаңыздар, осы сөйтіп әдемі бір кешті аяқтасақ. Енді сөз айту оңай, расын айтса, иә, бірақ нақты аудиторияға беретін бір ойымыз, бір-бірімізге көмектесейік, демеу берейік, әрқашанда бір-бірімізге қол ұшын созып көмек берейік. Өйткені қазіргі кезде, конкуренция кезінде біз тек қана өз басымызды ойлап, кейде ортамызды ұмытып қаламыз. Осы болмас үшін берекелі ұлт, берекелі халық болу үшін бір-бірімізге осындай көмек берейік деген ойымдамын. Сол кезде арамызда ешқандай бес кеселді, басқа да кеселдер, басқа да зардаптар болмайды. Енді мен ойымша енді адам әрқайсымыз жауапкершілік алайық, әрқайсымыз анау бір өлеңде де бар ғой, шырақ болып жанайық, басқалардың шырағын жағуға тырысайық. Солай. Енді бүгінгі сіздерге уақыттарыңыз бөліп, қонақ болып, анау Астанадан, мына жақтан уақыттарыңызды қаншама тығыз ғой, енді білеміз сіздердің жұмыс процесі сонда келіп, осы сияқты сұхбаттар, ойларыңызды бөліскендеріңіз өте қуаныштымыз. Жалпы жаңағы қысқаша айтқан кезде біздікі де ұлт болып қалуымыз үшін ең басты отбасылық құндылық, ұлттық құндылықтарымызды сақтап, сіз болып, біз болып, бізге сен сөйтіп кеттің емес, және сіз айтпақшы бір-біріміздің жақсы өсуімізге себепші болатын орта бола берейік. Рахмет үлкен сіздерге. Рахмет. Vai ter que ser a festa, é que dava já na